сәлем, сендермен бірге мен Мелме Соя, менің каналыма қош келдіңдер. Және бүгін мен стадия-визуме түсіріп жатырмын, және осы видео арқылы сендерге оқуға мотивация беремін деген ойдамын. Менің даусыма мән бермеңдер, өйткені мен ауырып қалдым. Даусым сендерге кедергі келтірмейді деп ойлаймын. Ендеше приятного просмотра. Бұл блокнотты мен үй жұмыстарын немесе колледжбен байланысты заметкаларды жазу үшін алған болатынмын. Пайдалы нәрсе деп ойлаймын. 1 қыркүйек күні онша сабақтар болмайды деп онша емес дәптерлерімді апара салғанмын ғой. Бірақ дәл сол күні ағылшын болып қалды да сабақ үстінде онша емес дәптерді ала салу керек болды. Бірақ үйге келіп күшті дәптерге ауыстырып алдым. Мына жерден көріп тұрғандарындай сабақта жазғандарымды жаңа дәптерге көшіргелі жатырмын. Қаласаңдар менімен бірге үй жұмысын жасаңдар немесе тәттілермен шай ішіп видеоны тамашалаңдар. Айтпақшы бірден айта кетейін, мен педагогикалық колледждің 2-ші курсын оқып жатырмын. Ал мамандығым, байқаған шығарсыңдар, ағылшын тілі мұғалімі. Егер біз қазір қандай пәндер оқып жатқанымыз қызықты болса, онда комментарийге жаза кетіңдер. Келесі стадия-визумеда бөлісе жатармын.
Келесі күні тәтем екеуміз маған сөздік іздеуге шықтық. Маған дәл мейлдердің сөздігі керек болды. Соны іздеп жүргенде жаңбырдың астына қалып үлгердік, бірақ әйтеуір таптық. Бізде осы екінші курста жаңа педагогика, психология және тағы басқа пәндер пайда болды. Солардан бізге өте көп конспекттер жазуға береді. Мынау сол конспекттерімді көрсетіп жатқан кезім. Бірақ оларды қалай жазғанымды көрсете алмаймын, өйткені мен оларды телефоннан қарап жазам. Бізге кітап бермейді. Мысалы, мына жерде мен дәл сабақтың үстінде отырып конспект жазып отырғанымды видеоға түсіріп отырмын. Мені ешкім байқаған жоқ, уайымдамаңдар. Негізі психология, педагогика деген пәндердің барлығы К1 деп аталғаннан кейін бір дәптерге жаза берген ғой. Ал негізі оларға жеке-жеке дәптер арнап жазу керек екен. Сол үшін осы дәптер енді бірнеше күн ішінде осылай толып кеткен. Ал қазір тіпті бітуге шақ қалды. Осы екінші курсқа сөмке алмайым деп жүргенде осы шоферді кезіктіріп қалдым. Және бірден алам деп шештім, өйткені ол өте әдемі және өте қолайлы бағада. Замогын осылай әсемдеп қойдым. Өзіме ұнайды. Енді үшін бірге толтырайық. Бірінші әрине осы блокнотымды саламын. Одан кейін педагогикаға арналған дәптерімді және ағылшынға арналған дәптерімді салам. Одан кейін ағылшынға тағы да бір дәптер арнаймын. Ол осындай сүйкімді қызғылт дәптер. Одан кейін бір ұзын жол дәптер ала салам. Содан кейін осы танымал тарағымды салам. Өзімнің сүйікті әмиянымды салам. Және фикс-прайстан алған осындай қызғылт сүйкімді ылғалды майлықтарды салам. Қызыл мысығы бар кілтімді және өзім жүрегін тігіп қойған пеналымды салам. Барлығы осылай көрінеді. Шынымды айтсам, осының барлығын салғанда шоппер өте ауыр болып кетеді. Ал енді бірге кофе жасайық.
осымен видео аяқталды. Сендерге ұнады деген ойдамын. Егер солай болса, каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Ал сендермен болған мен Мелмесая. Сау болыңдар.